Барлықтарына сәлем. Бүгінгі мен үйге берілген тапсырмасы бізде мынандай тапсырма болды. Осы нәрсені бізде қайталау деген тапсырма болды. Мен оны қалай қайталадым. Менде нәтижесі шыққан. Енді мына жақта кодына кірейік. Енді бұл жақта ең бірінші мен body бердім. Bodyға margin, padding, null, енді ол базовый оңай нәрселер. Сосын background бердім, color бердім. Одан кейін текстарға мынау сөздердің астына не болу үшін сөздерге none беріп тастадым, чтобы астында сызық болмау үшін. Сосын menu section болды. Бұл жақта біз мыналар true үшін, true үшін бұны display flex арқылы justify content пен space between былайда items, padding flex warm пен қойдық. Сосын HTML-ға кетсек, біз мына жақтарда не істегенбіз? Бірінші біз меню жасау үшін ең бірінші flex 1 деген, яғни мына жақта тұрған максимальный ұзындығын 500 пиксель деп беріп жасағанбыз. Содан кейін өзінің текстін жазып, add case деп, сосын nice to meet you деген сияқты текстарын өзі жазып, осылайынан жасадық. Сосын ары қарай параграф пен текстін жазып шықтық. Мына contact me деп оны тоже жазып, просто астына underline мен бердік. Text decoration мен. Сосын flex 2 дедік та. Бұл жақта біз div class мен flex 2 ашып, біз 2 image салдық. Яғни ол мына мен, мынау image. Осы image-дерді салдық. Одан кейін оларға ат бердік. Сосын мына жақта skills, яғни мына жақта тұрған HTML, CSS, JavaScript деген секілді осы сөздерді әшейін базовый осы мінекей қазір көрсетем. Контейнер. Мінекей осы жақта контейнер мен максимальный ұзындығын бердік, margin бердік, padding бердік, auto қойдым, потому что өзі автоматически болған кезде ол более-менее әдемірек көрінеді. Сосын skills, бұл жақтарда уже gridпен қолдандық. Gridпен қолданып, үш жақты мына осылай үшеу болып тұру үшін жасадық. Сосын жақта бұл уже тексттардың стильдері. Сосын енді жақта projects, яғни мынау projects деген осы карточкалар. Бұл карточкаларды жасау үшін ең бірінші мына жақтан біз project sheet сондай стиль класс аштық. Бұл жақта display flex, justify content бердік, elite items бердік, margin бердік. Осымен болды. Сосын одан кейін осындай стиль, осындай класс бердік. Бұл жақта максимальный ұзындығын, сосын шрифттардың несін қалындығын бердім. Сосын контраст деген. Бұл бізде уже арқылай осы контрасттың нелері, класстары болады. Сосын енді ең соңғысы мынау footer контракт деген, яғни бұны да ең бірінші мына жақтағы сияқты осылай жазып алдық. Сосын flex арқылы мына жаққа жазып, бір дивка, екінші дивка қылып осылай қоя салдық. Ал мынаны болса footerмен жаздық. Осымен бітті. Рахмет, тыңдағандарыңызға сау болыңыздар.